Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Қалада қалта ұрлығы көбейген, осыған байланысты полиция қызметкерлері халық көп жиналатын аялдамаларда кезекшілікке шығып жүр. Бүгін тәртіп сақшылары Пушкин атындағы саябақ аялдамасында бақылау жүргізді. Полиция қызметкерлерінің қолында қалта ұрлығына күдікті 77 адамның тізімі бар. Тәртіп сақшылары аялдамаға тоқтаған әр автобусқа мініп, жолаушылардың арасынан ұқсас жандарды фотосуретпен салыстырып қарайды. Күдік туғызса куәлігін тексереді. Бізге басшылық құрамнан осындай тізім берілген ұрлардың. Осы ұрлардың бәрін қараймыз. Күдікті адамдардың бәрін. Күнде белгіленген уақытында осылай асылып тұрамыз, асылып келеді. Және осылай қалта қылмысына қарсы адамдар іздестіреміз. Себебі қалта қылмысы қазіргі заманда көбейіп кетті осы уақытта. Жыл басынан бері қалада қанша қалта ұрлығы тіркелгенін полицейлер нақты айтпады. Олар халыққа сақ болуды ескертті. Ұрлар қарбалас кезде автобустар мен аялдамаларда адам толатын шақтарда әрекет етеді. Бүгін Пушкин атындағы саябақ аялдамасында автобустардың ішінде ескерту қағаздары жапсырылды. Онда қалта ұрлығына тап болған кезде немесе біреудің қалтасына біреу қол сұққанын көрген жағдайда қандай нөмірге хабарласу керектігі жазылған. Ұрлық деген ондайды вообще көрген жоқпын мен. В любом случае полицияға обращайтесь с заявлениями. Білмеймін, мен сумкамызды былай бүйтіп ұстап жүреміз ғой. Өзің сақ болу керек қой. Автобуста үлкен кісі болғасын орын береді ғой. Отырып сумкамызды алдына алып отырамыз ғой. Көбінесе. Ондай кездерде болған жоқ. Бұндай нелерге манадай қатысым ондай нелерде болмаған. Ондай жаңадай кармандық ұрыларды көріп, ондай естіп та көргенмін. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, тәулік. Өңіраралық қауымдастықты арттыру мақсатында шаһарымызға Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ерлан Әуекенов бастаған кәсіпкерлер келді. Алматылықтар өңіріміздегі аграрлық, өндірістік және сауда саласындағы кәсіпорындарды аралап көреді. Тәжірибе алмасады. Біздің мамандар Алматы облысының құрылыс материалдары мен жедел саты қондырғысын шығаратын өндіріс орындарымен байланысты нығайтуды жоспарлап отыр. Бұл компанияларды біз ақтөбелік кәсіпкерлермен байланыстырып, әр салалы бойынша бүгін сол мекемелерге барамыз, көрсетеміз өзіміздің мүмкіндіктерімізді, тауарларымыздың ассортиментін және құрылыс саласы инвестиция салатын болса, соларға да мүмкіндік, қандай бізде преференция бар, қандай бізде аймақ бар, оның қандай талабы болады, тәртіптері болады, сол жөнінде біз келіссөздер жүргіземіз. Алматылық кәсіпкерлер Ізет Гринхаус жылыжайының жұмысымен танысты. Қуаттылығы жылына 1000 тоннаны құрайтын өндіріс орнын аралап, жылыжайдың жұмысына оң бағаларын берді. Бизнестің бұл түрі тиімді екенін тілге тиек еткен қонақтар енді Алматыда да жылыжай ашпақ. Бізді жылыжай бизнесі қызықтырып отыр. Соның ішінде қияр мен қызанақ өсіруді көздеп отырмыз. Ауыл шаруашылығы өнімінің бұл түріне қашанда сұраныс жоғары. Өзімнің күнбағыс майын өндіретін кәсіпорным бар. Алматы мен Ақтөбе арасында байланыс орнатып, тәжірибе алмассақ дейміз. Ізет Гринхаус жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2013 жылы ашылды. Қияр мен қызанақ өсіруде голландиялық технологияны қолданатын серіктестік заманауи құрылғылармен жабдықталған. Жылыжай басшысы Мәлік Құсайыновтың айтуынша биыл қызанақ аздау шыққан. Бұған түрлі зиянкестердің жайылуы себеп дейді кәсіпкер. Керісінше, қиярдың екі түрлі сұрпы мол өнім берген. Көкөніс Ресейдің Орынбор облысына экспортталып жатыр. Алматылық кәсіпкерлер делегациясы ақтөбелік әріптестермен екі жақты келісімдер жасауға әзір. Әсіресе ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші компанияларға қызығушылық білдірді. Енді коммерциялық келісім меморандумдарға қол қойылмақ. Қазақстан ет және сүт өнімдерін экспорттайтын өңірлік ірі елге айналуы тиіс. Елбасының халыққа жолдауында айтылған осы сөзі іс жүзінде де іске асуда. Әсіресе өңірлер арасындағы екі жақты тиімді сауда-саттық қатынастары қарқын алып келеді. Бүгін алматылық кәсіпкерлер, банкерлері мен инвестициялық компания өкілдерінен құралған делегация ақтөбелік әріптестермен кездесіп, азық-түлік өндіретін зауыттарды аралады. Жұмыс барысымен танысып, қызығушылықтарын жасырмады. Қос өңірдің әкімдіктері бастаған іс-шара жергілікті тауар өндірушілерге берілген мүмкіндік, жасалған қолдау. Облыстағы үлкен ірі өсімдік майын өндіретін Ақтөбе Фудс компаниясы бұрыннан да Алматы қаласына өзінің өнімдерін жеткізіп келген болса, 1200 тонна болған. Қазір 2000 тоннаға артты. Яғни сұраныс көбейді. Ол жақта үлкен сауда желілері қызығушылығын білдіріп, өнімдерін көбірек алып жатыр. Енді қазір сол Ақтөбе Фудс заводында болдық. Қазір міне жаңадан ашылған Айбек
консерв цехына келіп отырмыз. Жаңа өнімді көрді. Алматыдағы ең ірі Magnum Cash and Carry сауда үйінің басшылары келіп, көріп, өнімге өздерінің қызығушылығын білдіріп отыр. Өткен аптада ашылған Айбек жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Алматы, Астана, Шымкент және Қарағанды секілді ірі қалаларда желілері бар Magnum дүкенінің бас директоры Александр Гарбер келді. Алматинская делегация тоже не первая поездка. До этого я, например, лично был. Алматы делегациясы үшін бұл бірінші сапар емес. Бұған дейін Өскеменде болып қайттық. Жергілікті тауар өндірушілермен кездесіп, екі жақты байланыс орнаттық. Ақтөбеде де солай. Күнбағыс майын өндіретін компанияға бас сұғып, шығаратын өнімнің сапалығына көз жеткіздік. Біздің дүкендер желісіне жеткізілімді молайту туралы шештік. Ал жақында ғана ашылған Айбек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің консерв өнімдерімен таныстық, сапасы жоғары екен. Александр Гарбердің сөзінше, коммерциялық ұсыныстар жасалып, екі жақты тиімді келісімдер орнаса, ақтөбелік тауар өндірушілерге ірі сауда алаңдары ұсынылады. Мысалы, ауыл шаруашылығы саласында айтатын болсақ, осы кезге дейін, яғни мына өзара кездесулерді, әріптестікті орнатқанға дейін де, жаңа айтып өттім, 200 миллионның үстінде өнімдер бізге, азық-түлік өнімдер Алматы қаласынан келген жыл басынан бері. Ал бізде содан 2,5 есеге жуық, яғни 500 миллион теңгеге жуық өнімдер шыққан. Яғни ол дегеніміз Ақтөбе Фудстың өсімдік майы, сосын Айстың, Молочный Story біздің кәсіпорындардың сүт өнімдері ол жақта тұрақта жеткізіліп тұр. Алдағы уақытта бұл енді еселеп артады деп есептеп отырмыз. Айта кетейік, шілде айында ақтөбелік делегация өз кезегінде Алматыға іс-сапармен барған еді. Бүгінгі кездесу соның жалғасы іспеттес. Алдағы уақытта қорытынды жиналыстар өтіп, нақты келесі меморандумдарға қол қойылмақ. Мирлан Алтынбек, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезегінде жеңіске жеткен Нұсқабаевтар әулеті бүгін кешке Астанаға жол тартады. Абдулла Ақсақалдың отбасы ұлттық байқаудың республикалық кезегінде Ақтөбенің намысын қорғайды. Татулығымен үлгі болған үлкен шаңырақта тілшіміз Гүлвира Сейтенова болып қайтты. Жапырағын жайған бәйтерек. Бұл ән Абдулла Нұсқабаевтың бақытты шаңырағына арналғандай. Абдулла атай мен Әлила әжейдің отасқанына биыл 70 жыл. Олар өмірдің қызығын бірге көрді, қиындығын бірге еңсерді. Мен 17 жасымда бүгін әскерден келген. Әкесі шешесі үлкейген, жұмыс шақты, жұмыс жоқ болмаған. Содан бер бас қостық әйтеуір. 12 бала дүнияға келді. Әуелгі баламыз 47-ші жыл ма? Ол 7 айлығында жүріп кетті, тілі шығып кетті. Содан тіл көзеді деп қазақша. Ауырма ештеңе қайтыс болды. 93 жастағы қария жұбай екеуі 10 бала тәрбиелеп өсірген. 6 ұл, 4 қыздан қазір 31 немере, 22 шөбере сүйіп отыр. Шөберенің ең кішісі бүгін дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан, кейін 47 жыл Шалқар ауданында ұстаздық еткен Абдулла атай қазір 4-ші ұлы Қайраттың қолында зәулім үйде тұрады. Балаларының бәрі жақсы қызметте. Бірі жанұясымен дәрігер болса, енді бірі қаржыгер. Тағы бірі жеке кәсіпті дөңгелетіп отыр. Атай отбасылық бақыттың құпиясы татулықта дейді. Отбасы достық, татулық, ағайын туманың бәріне сыйлы болдық. Мектептің мұғалімі болғасын, мәдениетті өмір сүруге тырыстық. Тәрбиелеп атқанымыз балдар болғандықтан, білім беріп атқанымыз жастар болғасын. Мерейлі отбасы байқауына қатысу туралы бастаманы ұлы Қайрат көтерген. Алдымен қалалықсында жеңімпаз атанған әулет, кейін облыстық байқауда да топ жарды. Қайраттың айтуынша, Абдулла атай мен Әлила әжейдің отбасылық ғұмыры көпке үлгі, олар құрған шаңырақ жеңімпаз атануға лайық. Әкешеміз бір-бірімен іздеп отырады, бір-бірі туралы әңгіме айтып отырады, телевизия қарайды. Әкем сауатты, газетке жазылады. Газетті келмесе, күннің уақытын қарап отырады. Газетке күннің уақыты келмеген күні неге келмеді, бәрін бақылап отырады. Екіншіден, телевизиядан жаңалықтарды, саясаттың бәрін біліп отырады. Елдің не болып жатқан, басқа елде не болып жатыр. Оның ішінде кешегі Риода болып жатқан бокстердің қай уақытында, қай ненің бәрін сол елге атшабысып отырады. Сосын өзінің смартфоны бар, телефоны. Соның ішіне бүкіл интернетке кіріп, бүкіл жаһанда болып жатқан жаңалықтардың бәрін айтып отырады. Ертеңгісін шайды отырған. Нұсқабаевтар әулеті мерейлі отбасы байқауында жеңіске жетсін десеңіз, www.kastube.kz сайтына кіріп дауыс беру керек. 6284 нөміріне SMS хабарлама жіберіп, немесе 8803-080-0004 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дауыс беру ертең түн жарымда аяқталады. Үкіметте бағалап жатыр ғой, құтты берекелі бақытты семья деп ат беріп қойды ғой бізге. Жаман болмағанымыз шығар. Әйтеуір.
Астанада қыркүйектің 10-да өтетін ұлттық байқауға Нұсқабаевтар бір қауым болып аттанып барады. Марапаттау рәсіміне отбасының 30 мүшесі қатысады. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, тәулік. Отбасы бақыт мекені. Бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғимаратында осындай атаумен жиын өтті. Отбасы күні қарсаңында ұйымдастырылған шараға мұғалімдер, ата-аналар мен үкіметтік емес ұйым мүшелері қатысты. Бақытты отбасын құру үшін бай болу міндетті емес, ол үшін отбасылық тәрбиенің жақсы сабақтастығы үзілмеуі шарт. Бүгінгі жиын барысында бала тәрбиесі, отбасындағы әйелдің рөлі туралы сөз қозғалды. Ертек айтып берген жақсы көреміз. Ертек кітаптар қазір көп, дүкендер толып, қайсысын алсаң да аңыз әңгімелер. Міне осылардан ертек әңгімелер оқысаң, бала ұйып жақсы тыңдайды. Анау интернетке қарағаннан гөрі бала осы атаның, әженің тәрбиесін алып, ертек тыңдап өскенді жақсы көреміз. Отбасы құндылығы осыдан басталады. Бұл бала тәрбиесіне өте қатты әсер етеді. Баланың көзінше ожабаттасып, қатты әңгіме айтып, атана бір-бірімен нағылса, ол балаға қатты әсер етеді. Сабақ оқуын төмендетеді, баланың тәртібін төмендетеді. Міне сондықтан отбасы құндылықтарын сақтау үшін біз әр уақытта өзіміздің өсіп кеткен, үйлі баранды болып кеткен балаларымызға, келіндерімізге алдымен тәрбие береміз. Психологтардың айтуынша баланың бас ұстазы ата-анасы. Әдептілік пен мейірімділікті де бала әке-шешесіне қарап үйренеді. Мамандар бала тәрбиесіндегі ертегі, аңыздардың пайдасы зор екенін айтады. Ана мен әкенің махаббатын ата-ананың өзінен басқа ешкім бере алмайды. Сондықтан күн сайын осы ата-ана өзінің міндетін ұмытпағаны дұрыс. Балаға көңіл қоя білу керек, баламен бірге сөйлесе білу керек. Сонда ғана баланың көңіл күйі ертеңгі күнге жақсы болып өседі бала. Дастархан жайылу керек, жақсы әңгімелер айтылу керек, және үлкенді сыйлап, кішіні құрметтеп, үлкендерді үнемі насихаттап отыру керек. Сонда ғана бала соны көріп өскенде, ертең соның бәрін өзі қайталап, ата-анасына қайтарады жақсылықпен. Шараның мақсаты отбасы құндылығын насихаттап, ұрпақтар сабақтастығын туралы ой бөлісу. Ақтөбеде Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан құрылған аналар кеңесі жұмыс істейді. Оның құрамында ұстаздар, психологтар мен ақ жаулықты аналар бар. Аналар кеңесінің негізгі міндеті мектептегі шараларға белсенді қатыса отырып, мектеп пен отбасы қарым-қатынасын нығайту. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Амандықта көріскенше.